Қайырлы күн, оқырмандар. Бір өзі бір дәуір өнерінің бірегей тұлғасы, қазақ драма театры мен киносының ең танымал тарланы, Алаштың ардақтысы Асанәлі Әшімов 85 жасқа толуына орай қазақ өнерінің саңлағы тақырыбындағы тұлғалық кешті назарларыңызға ұсынамын. Қазақ халқының асқақ рухын, көркемде бай тілін, ежелгі салт дәстүрін жоғалтпай сақтап келе жатқан бірден бір өнер ошағы театр екені мәлім. Ұлттық мәдениеттің, ұлттық әдебиеттің бастауынан нәр алған, тұла бойы ұлттық болмысқа тұнған тұлғалардың көзін көрген, солардың үлгісін алған Асанәлі Әшімов өз алдына ерекше тұлға. Актердің кейіпкерлері оның ішкі жан дүниесіменен сабақтаса өріліп, көрерменді шынайылығымен баурап алады. Ол ойнаған қыз жібек, еңлік кебек, қара қыпшақ қобыланды да қазақ халқының өмірін, дәстүрін, дүниетанымын, әдет-ғұрпын суреттейтін туындылар. Мұндай бірегей көркем шығармалардың болмысы бөлек кейіпкерлерінің бойындағы қазақтың жаны, қаны менен рухы бар, ұлттық тамыры терең адам ғана ойнай алатыны анық. Асанәлі Әшімов өзінің табиғи таланты мен қажырлы еңбегімен осы міндеттің үрдісінен шыға білді. Оның театр мен кинодағы әрбір рөлінің халық жүрегінен шығып берік орын алуы да осыдан деп білеміз.